Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ әдебиеті сабағынан Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» повесін өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туған. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейіннен Мәскеуде жоғарғы әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқытқан. Қазақ әдебиеті газетінде, Балдырған журналында, Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында істеген. Қазақстан Жазушылар одағында балалар әдебиеті жөніндегі әдеби кеңесші болған. Шығармашылық жолын өлеңмен бастап, 1950 жылы «Бұлақ» атты жыр жинағын шығарған. 1967 жылы балалар мен жас өспірімдерге арналған фильмдердің Канн қаласында өткен халықаралық фестивалінде «Менің атым Қожа» фильмі арнаулы жүлдеге ие болды. Ал оқушылар «Менің атым Қожа» фильмінен үзіндіні көріп, қожаға мінездеме жасаңдар. Вен диаграммасы арқылы мінездерін ажыратыңдар. Жас, не деп жасым? Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кешші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамай, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесің, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Оқу тапсырмасы. «Менің атым Қожа» әңгімесін оқып, қожа мен оның ар-ұятының айтысы туралы мәтінді жазу.